Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге ұн қуырдақ деген тағамның рецептімен бөлісемін. Монғолияда бұл тағамды цуйван деп атайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тойымды тағам. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырша белгісін басыңыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен етімізді ұсақтап турап шығамыз. Бұл жерде менде сиырдың еті, сіздер өз қалауынша жылқының немесе қойдың етін алып пайдалансаңыздар болады. Барлығын турап аламыз. Сонан соң тәтті бұрышымызды да тура видеодағыдай турап аласыздар. Бұл бұрыштар менде жазда мұздатылған, сіздер свежий түрін қолдансаңыздар да болады. Ең соңында осы сәбізімізді пловқа тураған сияқты қылып турап шығамыз. Кішкене ғана сәл-пәл жіңішкелеу қыласыздар. Ең соңында чесногымызды немесе оның орнына жуаны пайдалансаңыздар да болады. Барлығын осылай турап аламыз. Қазанымызға майымызды құйып қыздырамыз және де 2-3 минуттай араластыра отырып етімізді ең алдымен қуырып аламыз. Сонан кейін чесногымызды салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Кішкене ғана етімізбен бірдей қылдып су құйып, астын ең жай отқа қойып, етіміз піскенше бұқтыратын боламыз. Осы кезде қамырын дайындаймыз. Ол үшін 100 мг суымызды ыдысымызға құйып, үстіне бір жұмыртқамызды саламыз және де кішкене ғана тұзымызды салып, жақсылап шанышқымен араластырып аламыз. Ең әуелі толықтай суымыз бен жұмыртқамыз біріккенше араластырамыз. Ең соңында ұнымызды салып, жақсылап еттің қамыры сияқты қылып, қамыр илейміз. Кішкене ғана қаттылау қамыр болуы қажет. Дәл осындай қылып илеп аламыз. Енді осы қамырымызды жайып шығатын боламыз. Столымызға кішкене ғана ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып шығасыздар. Қамырыңыз біркелкі дөңгелек болғанын қаласаңыз, қамырдың үстіне емес, оқтаудың екі шетін басып жаятын боласыздар. Сол кезде қамырыңыз біркелкі шығады. Мінекей мен жайып шықтым. Енді дәл видеодағыдай тура ортасынан 4 бөлікке бөліп шығамыз. Осы кезде біздің етіміз піседі. Кішкене үстіне су құйсаңыздар болады. Енді үстіне сәбізімізді, тәтті бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Қара бұрышты және қызыл паприканы қоссаңыздар болады. Тағы да жақсылап араластырып 5-10 минуттай қуыратын боламыз. Енді протеинімізді пешке қыздырып, осы біздің жаңағы кесілген қамырларымызды үстіне салып кептіретін боламыз. Екі жағын аударып кептіріп аласыздар. Барлық 4 бөлікті де дәл осылай кептіріп шығасыздар. Мінекей біздің қамырымыз кепті. Енді дәл осы видеодағыдай қамырымызды орап, тура лапша кескендей қылып кесіп шығасыздар. Ешқандай да қиындығы жоқ. Қатты жіңішке немесе қатты қалың қылудың қажеті жоқ. Орташа қылып кессеңіздер болады. Барлық 4 бөлікті де дәл осылай видеодағыдай орап кесіп шығамыз. Бір-біріне жабысып қалады деп мүлде қорықпаңыздар, себебі біз бұл қамырларды кептірдік, сондықтан бір-біріне жабыспай әдемі болып шығады. Осы кезде біздің сәбізіміз бен тәтті бұрышымыз піседі. Видеода қарап тұрсаңыздар, ешқандай да сәбізіміз езілмейді. Кішкене ғана үстіне суымызды құйып, біздің өзіміздің дайындаған қамырымызды, яғни кептірілген қамырларымызды дәл видеодағыдай үстіне шашыратып салатын боласыздар. Ешқандай да араластырудың қажеті жоқ. Бетін жауып 25 минутта толықтай пісіріп алатын боламыз. Мінекей менде пісті, шашырап, әдемі болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Егер менің видеом ұнаса, тағы да басқа видеоларымды қарап көруге кеңес беремін.